Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі жасау жолда оңай, құрамына жұмыртқаны қажет етпейтін керемет сүзбелі рогаликтер әзірлейміз. Рогаликтерімізді жасау үшін қажетті заттарымыз бізге сүзбеміз қажет, және үй температурасында тұрған сары майымыз қажет, қопсытқышымыз, шекеріміз және ұнымыз қана қажет. Ең алдымен ыдысымызды аламыз, үстіне сүзбемізді және үй температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап шанышқымызбен езіп біріктіріп аламыз. Рогаликтеріміздің құрамына не қосқаным және қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне енді електен өткізіп дайындап алған ұнымызды саламыз. Мен бұл жерде 3 қасық сахарный пудра қостым және қопсытқышымызды қосып жақсылап араластырамыз. Біріктіріп басын қамырымызды илеп аламыз. Сахарный пудраларыңыз болмаса 2 ас қасық шекер қосыңыздар. Осылай біріктіріп қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Осылай біріктіріп, жақсылап біріктіріп алдым. Қамырымызды илеп, өте жұмсақ. Енді қамырымызды алып, пакетімізге салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып демалдырып аламыз. 20 минуттан кейін алып қамырымызды ұн сеуе отыра қамырымызды жайып аламыз. Өте жұмсақ қамырымыз. Осы кезде пешімізді қыздыруға қоямыз. Қамырымызды жайып, ұзын дөңгелек етіп, осылай қамырымды жайып алдым. Рогаликтердің ортасына салма салуға болады. Мен шекер ғана қостым. Осылай 3 қасық шекерімізді алып, жақсылап барлық жеріне сеуіп шықтым. Және рогаликтердің формасын келтіру үшін қамырымызды жайып алған. Осылай пышағымызбен болсын, осылай кесіп аламыз. Енді рогаликтеріміздің формасын шығарамыз. Осылай қамырымызды кесіп болғасын, орап шығамыз қамырларымыз біртіндеп. Осылай формаға келтіріп, дайындап алдық. Енді қамырларымызды, листімізді алып, пергамент қағазын төсеп, осылай рогаликтерімізді қойып шығамыз. Осылай барлығын түйіп дайындап алдым. Рогаликтің формасына келтіріп, енді қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 180 градуста. Рогаликтеріміз пісіп шықты. Бетіне жұмыртқа жақпадым. Осымен керемет рогаликтеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға ұсынар уақытта үстіне сахарный пудра сеуіп ұсындым. Өте дәмді, барлық жанға ұнайды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.